Қайырлы күн достар, сіздермен Әсел. Ең бірінші видеоны қарамас бұрын каналға подписацияны басып, қасындағы колокольчикті де басып қойыңыздар. Ол сіздерге менің салған видеоларымды ең бірінші болып көруге мүмкіндік береді. Ал енді бүгін сіздермен үй жағдайында жартақ сағатта, яғни 30 минутта осындай керемет, видный, прямо аппетитный компот дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші ыдысқа қалауларыңызша су құясыздар. Үстіне менде замороженный қатырылған шиемен өрік салдым. Сразу қатты отқа қойып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін астын орташа отқа қойып, тағы да бетін жауып қайнатамыз. Минут қайнағаннан кейін қант саламыз. Қантты да қалауларыңызша саласыздар өздеріңіздің. Жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бетін жауып, ровно 30 минут, яғни жарты сағат қайнатамыз. Қараңыздар, қандай керемет түсі деген әдем болып шықты. Осымен біздің компотымыз дайын. 2 сағаттай суыттым. Ыдысқа құйып қолдана берсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Пікір қалдырып, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Өте дәмді болып шығады. Өздеріңіздің де, қонақтарыңыздың да, балаларыңыздың да көңілінен 100% шығатын видео рецепт.